Так, қайырлы күн құрметті оқушылар. Әрі қарай өрнектерді ықшамдау деген сабағымызды жалғастырайық. Енді мына есепті қалай шығаруымыз керек? Бұл есепте ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде x көбейту y болады. Демек, мына жерге біз бір-біріне бере саламыз x және де мына жер y. Демек, бізде мына жеріміз x квадрат азайтылған y квадрат шығады екен. Бұл жерде де ортақ бөлімі x y болады. Мына 2-нің үстінде x y береміз. Бұның астында 1 болғандықтан, ал мынаған x тұр, бұған y береміз. Ал бұның астында y болғандықтан x береміз. Демек, бізде x квадрат қосу y квадрат азайту 2x y береді. Тең. Енді мына жерде x y пен x y-тар қысқарады. x квадрат азайтылған y квадрат. Енді мынаны былай жазылайық. x квадрат минус 2x y плюс y квадрат. Сіздерге формула көрініп тұр деп ойлаймын. Екі жақта да мынаны ашып жазамыз. Екі жақшаға жазылады. Ал мына астыңғы формула x азайтылған y-тің квадраты болады. Демек, квадратпен мынау қысқарды. X қосылған y, асы x минус y. Мына есеп осылай қалады бізде. Келесі есепте де алдыңғы есеп сияқты. Мына 1-дің астында 1 бар. Демек, бұған x-тан береміз, мынаған 1-ден береміз. Демек, бізде x болады екен, ал жоғары жағы x азайтылған 1 болады екен. Астында да ортақ бөлімі x болады, мынасында 1 бар, мынасында 1 бар. Демек, бұған x береміз, мынаған да x береміз. Сол кезде бізде не шықты? X квадрат қосылған 1 азайтылған 2x шықты. Бұл жағдайда да x пен x қысқарады. X азайтылған 1, асты дегеніміз x квадрат минус 2x қосылған 1 болады. Дұрыс қоя, бірінші дәреже үлкені, одан кейін белгісізі бар, одан кейін сан жазылады. Мен жазылу ретімен жазып қойып отырмын. Енді мына жеріміз бізде формула. Мына жеріміз бізде формуланы беріп тұр. X азайтылған 1-дің квадраты. Квадрат пен x азайтылған 1 қысқарды, асты 1 бөлінген x минус 1. Негізі бұл есепті оқушылар хабарларыңыз болып жатса, формуланы жаттаған болсаңыздар, енді есеп шығару қолдан келіп жатса, бірінші шығарып, менің шығару жолымен салыстырып көрсеңіздер, негізі солай үйренгендеріңіз дұрыс болады. Ал енді кеттік келесісіне. Енді мына есеп сәл кішкене ойлануды қажет етеді. Енді сіздерге мен бұны былайынан деп түсіндірейік. Мысалы, біріншісі мынаған қарасаңыздар, 1 бөлінген x плюс 1 және де x плюс 2. Мына есепті өзінің арнайы шығару жолымен шығармасаңыздар, шын мәнісінде шықпауы да мүмкін бұл есеп. Енді мен сіздерге көрсетейін. Бұны былай алғандарыңыз дұрыс болады. 1 бөлінген x плюс 1 азайтылған 1 бөлінген x плюс 2. Бұлай алуымның себебі, қазір көрсетем, ортақ бөлім беретін болсаңыздар, мынаған x плюс 2 береміз, мынаған x плюс 1 береміз. Сол кезде бөлшектің алымында бізде x плюс 2 минус x. Бөлшектің алдындағы минус, 1-дің алдындағы плюске әсер етіп, минус болып кетеді. Ал бөлшектің асты екеуінің көбейтіндісі түрінде қалады. Демек, бізде x пен x қысқарды, 2-ден 1-ді азайтасыздар. Сол кезде 1 бөлінген x плюс 1 и x плюс 2 шығады екен. Бұл қызылмен жазылған сіздерге түсінікті болу үшін. Так, енді көкпен жазып есепті әрі қарай шығарып кетейік. Мысалы, тең деп лайн жазамыз. 1 бөлінген x плюс 1 азайтылған 1 бөлінген x плюс 2 болады. Қосылған дейміз. Бұны да 1 бөлінген x плюс 2 азайтылған 1 бөлінген x плюс 3 деп аласыздар. Қосылған 1 бөлінген x плюс 3 азайтылған 1 бөлінген x плюс 4.
Енді байқап қарасаңыздар, мынау екеуі қысқарады, біреуі таңбалары қарама қарсы бірдей болған. Так, әрі қарай мына жерге қарай жалғастырып кетейін. 1 бөлінген x плюс 1 азайтылған 1 бөлінген x плюс 4 дейміз. Енді екеуіне ортақ бөлім бере саласыздар. Мына x плюс 4 және де x плюс 1. Демек бізде x плюс 1 и x плюс 4. Енді жақшаны ашамыз. X қосылған 4 минус x минус 1. Мына жерде екеуі қысқарады. 4-тен 1-ді азайтамыз. 3 асты x қосу 1, x қосу 4 күйінде қалады. Міне. Одан әрі еш нәрсе жасай алмаймыз бұл есепке. Түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтар болып жатса, комментарий бөлімі ашық тұр. Соған жаза берсеңіздер болады. Так, екінші есеп. Енді бұл есепте жеке-жеке шығаруды қажет етеді. Негізі бірінші мына жерде есептеп алуымыз керек, себебі бірден ортақ бөлім бере алмаймыз мына жерге. Так, бірінші дейік. 1 бөлінген x минус 2 қосылған 1 бөлінген x плюс 2. Енді ортақ бөлім береміз. X плюс 2-ден береміз. X минус 2-ден береміз. X минус 2, X плюс 2. Так. Осындай сәл технический қателер болып қалады, айдап дейміз. Так, X қосу 2 плюс X минус 2. Мына жерде минус 2 мен қысқарды. 2x асты дегеніміз формулаға келіп тұр. X-тің квадраты азайтылған 4 болады. Екінші дейміз. Енді осы 2x асты x-тің квадраты азайтылған 4 қосылған. Енді мынаны қосамыз. 2x асты x квадрат қосу 4. Ол да бір-біріне бере саласыздар ортақ бөлім. Маған жазайық x квадрат қосу 4. Маған жазайық x квадрат азайту 4. Демек бізде x квадрат азайту 4, x квадрат қосу 4. Так, жақшаны ашамыз деп, тура жақшаны ашқан сияқты көбейтеміз. 2x-ті x-қа көбейтсек 2x куб болады. 2x-ті 4-ке бөлсек 8x болады. Қосылған 2x куб азайтылған 8x. Мына жерде минус 8x плюс 8x қысқарады. Мынау 2x куб қосылып 4x куб болады. Ал асты қайтадан формула x-тің 4 дәрежесі азайтылған 16 болады. Енді үшінші соңғыған қосамыз. 4x куб қосылған бөлінген x-тің 4 дәрежесі минус 16 қосылған 4x куб қосылған x-тің 4 дәрежесі қосылған 16. Так, x-тің 4 дәрежесі плюс 16 береміз. X-тің 4 дәрежесі минус 16 бересіздер. Демек, асты дегеніміз x-тің 4 дәрежесі минус 16. X-тің 4 дәрежесі плюс 16 болады. Бұл да формулаға келеді қазір. Енді 4x кубты x-тің 4 дәрежесіне көбейтсек, ол 4x-тің 7 дәрежесі болады. Азайтылған 4x-ті 16-ға көбейтсек, ол 64x болады. Қосылған, бұл жерде де тура солай, 4x-тің 7 дәрежесі минус 64x шығады. Енді бұл жерде минус 64x плюс 64x қысқарды. 8x-тің 7 дәрежесі. Және де асты қайтадан формулаға келіп тұр. X-тің 8 дәрежесі азайтылған 16-ның квадраты ол қанша? 256 болады. Міне есеп бітті. Бұдан әрі еш нәрсе жасай алмаймыз. Жалпы оны есепте негізі түрі ыңғайсыздау болып көріне береді. Ең басты не жасау керек екенін білсеңіздер болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.